Құрметті көрермендер, құрметті тыңдармандар, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге белгілі жоғары санат дәрігері, академик, профессор, құрмет орденінің иегері, шипалы емдеу орталығының бас дәрігері, қазақ емшілігі көптомдығының авторы Қайрат Айдарханұлының қазақ емшілігі кітабынан қазақ емшілігі рецепттерін ұсынамыз. 38-ші бөлім. Тауық жұмыртқасы. Тауық жұмыртқасының басты ем болатын аурулары мен қолданылуы. Созылмалы кеңірдек қабынуға жұмыртқа қабық пердесі мен қызылшаның әрқайсысынан 50 грамды талқандап, бір жолда 3 грамм күніне 2 рет қайнаған сумен ішеді. Үні бітіп қалғанда жұмыртқа қабық пердесінен 3 грамм, қоңыраугүл 6 грамм, қызыл құлақ 4,5 грамм суға қайнатып ішеді. Орта құлақ қабынуға лайықты мөлшердегі жұмыртқа майын құлаққа тамызады. Күйекке, сулы бөртпеге, жүйке сипатты тері қабынуға лайықты мөлшердегі жұмыртқа майы жағылады. Асқазан жарасына, асқазан қышқылының көбеюіне, 40 дана талқандалған жұмыртқа қабығына 75 грамм бақбақты қосып, бір жолда 1-6 грамм аралығында тамақтан бұрын қайнаған сумен ішеді. Қолдану мөлшері жұмыртқа қабық пердесінен 5-8 фунт. Осы видео ұнаған болса, арнамызға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.